Сәлем, достар. Бүгінгі шолуда қырғыз киносының жүрегін тербеген, жанға мейірім құйған туынды «Пейіш» Жұмақ ананың табанының астында. Бұл сүйіспеншілікпен жан сергітетін рухани сапар туралы әңгіме. Арнаға жазылып қолдау білдіріп отыр. Оқиға Қырғызстанның бір ауылында басталады. Басты кейіпкер 35 жастағы Әділ, бірақ оның ақыл-ой дамуы 8 жасар бала деңгейінде. Ол мейірімді, жүрегі таза, бірақ өмірді бала көзімен көреді. Әділдің өміріндегі ең қымбат адам анасы Райхан апа. Анасы оған үнемі: «Алла сені ерекше жақсы көргендіктен сен жұмаққа тікелей барасың», деп айтады. Бірақ Әділ: «Мен анамсыз жұмаққа бармаймын», деп жауап береді. Райхан апа қартайып денсаулығы әлсірей бастайды. Әділ анасына бір үлкен арманын орындап беруді қалайды. Оның арманы Меккеге қажылыққа бару. Әділдің ақшасы жоқ, бірақ ол ештеңеге қарамастан ескі арбасына анасын отырғызып, алыстан алыс сапарға аттанады. Жол бойы ол әртүрлі адамдармен кездеседі. Жақсылық жасағысы келетін мейірімді жандар, алаяқтар мен пайдакүнемдер. Өзінің де, анасының да шыдамын сынайтын түрлі жағдайлар. Сапарда көптеген кедергілер кездеседі. Жолсыз, ауа райы қолайсыз күндер, қаржы тапшылығы, кейіпкерлердің шаршауы мен денсаулығының әлсіреуі. Бірақ олардың арасындағы ана мен баланың сүйіспеншілігі әрбір қиындықты жеңуге күш береді. Ұзақ жолдан кейін Әділ мен Райхан апа қасиетті Меккеге жетеді. Қажылық кезіндегі сәттер өте әсерлі суреттелген. Анасының жүзіндегі қуаныш, көз жас, ал Әділдің балаша шаттануы көрерменнің де көзін жасқа толтырады. Қажылықтан кейін Райхан апа ұлына алғысын айтып, өзінің өміріндегі ең үлкен арманы орындалғанын сезеді. Фильмнің соңғы сәттерінде өмірдің өткіншілігі, ата-ананың қадірін тірісінде білу және мейірімділік пен парыз туралы ой қалдырады. Бұл жай ғана сапардың тарихы емес, бұл рухани жолдың, аналық махаббаттың және таза жүректің күші жайлы хикая.